Мен күйеуімнің сөзінен шыға алмаймын. Маған басқалардың сөзі өте маңызды. Мен енемнің айтқанынан шыға алмаймын. Басқалардың алдында жақсы көріну маған маңызды деген сияқты көп запростар келеді. Бүгін соны қысқаша талқылап өтейік. Жақын арада маған терапияға бір клиент келді. Клиенттің запросы бойынша оның күйеуі оның көзіне шөп салады. Келгісі келген кезде үйге келеді, келгісі келмесе үйге келмейді. Ең бірінші жаңағы ханымнан байқағаным, ол ханымда өзінің психозащитасы бар. Психозащита деген, яғни шындықтың не болып жатқанын көрмеу үшін өзінің көзіне очки киіп алып, өзіне қалай ыңғайлы солай көру. Психозащитасында менің күйеуіңізбен қалай сөйлесесіз, осы туралы сөйлестіңіз ба деген кезде айтады, упрека туралы айтады. Мен дейді оған айттым дейді, сен қалай мен сияқты әйелге қалай изменять етесің? Мен сенің 4 балаңның анасымын. Сенің барып жүрген әйелдеріңнен мен 1000 есе жақсымын деген сияқты. То есть бұл жерде не көріп тұрмыз? Басына барахолкадағы пластиковый коронаны киіп алып, өзін өзгерткісі келмейді. Мен керемет, со мной все окей. Бәріне кінәлі күйеуім или немесе сол жердегі барып жүрген қатындар кінәлі деген сияқты. Примерно сондай психозащитада отыр. Негізі глобально өмірін сұраған кезде түсінгенім бойынша күйеуіне өте қатты күйеуіне подавляться етіп кеткен, басылып қалған күйеуінің алдында. Күйеуінің айтқаннан мүлдем шыға алмайды. Яғни күйеуінің как будто әйелі емес, как будто күйеуінің бір кішкентай қызының біреуі сияқты. Вроде бы 35 жастағы әйел, бірақ та ішінде 2-3 жастағы қыз сияқты. Ештеңкеге қарсы тұра алмайды, өзінің ойын айта алмайды. Мен жұмыс істеймін дейді. Бірақ та ақшамызды күйеуіміз ұстайды. Мен айтам, сіз өз қалауыңыздан терапия алу дегенді, өзіңіздің қалағаныңызды жасау дегенді өз ақшаңыздан алсаңыз болмайды ма? Жоқ, болмайды. То есть күйеуіне болады, таңға дейін қыдыруға, қыздарға ақша шашуға, бірақ ол кісіге болмайды. Ең бірінші осыдан байқайтын болсақ, то есть өзі күйеуіне удобная болып кеткен. Бұның себебі неде? Ең бірінші байқасаңыздар, психозащитасында мен емес, менің күйеуім, басқалар кінәлі дегенді жеткізіп тұр. То есть адамның өзі тұлға сияқты емес, адамның өзінің ешқандай ойы жоқ. Адам жаңағы басқалар арқылы ғана өмірде, басқалармен контакт арқылы ғана өзін бар сияқты сезінеді, өзін басқалар арқылы ғана өмір сүре аламын деген сезімде. Мен ары қарай, мысалы, өзімнің терапиямды предлагать еткен кезде, білмеймін, күйеуімнен сұрап көрейін. То есть бұл жерде не көріп тұрмыз, что мен өзімнің осыны қалайтыныма мен сенімсізбін. Менде сенімділік жоқ. То есть егер сіз өзіңізге сенімсіз болатын болсаңыз, онда сіз үшін таңдап беретін әрқашанда басқа адамдар болады. Және бұл қазіргі күнде ол әйелдің өзінің күйеуі. То есть оған не жасау керек, не жасамау керек, соны таңдап береді. Неге? Өйткені ол әйел өзі сенімсіз. Әйел өте үлкен күмәнда. Мен осыны алсам болады ма? Осы кезге дейін мен осыншама курстарды алдым. Мен осыны істеп жатырмын. Неге?
неге күмәнданады? Егер мен қате жіберетін болсам, менде өзімді кінәлау сезімі және ұят сезімі болады. Егер біз осындай өте үлкен ұят және кінәлау сезімде отыратын болсақ, онда біз әрекетке көшпейміз. Егер біз әрекетке көшпейтін болсақ, біз үшін басқалар шешім қабылдасын деген ойда боламыз. То есть жауапкершілікті басқаларға артып қою. Вот, осы жерден не байқауға болады? Біз басқа адамдардың ойынан тәуелді болуымыз. Екіншіден, біз өзіміз басқаларсыз ешқандай дұрыс шешім қабылдай алмаймыз. Маған помоги. Мен жолым болмағыш, мен жасағанымның нәтижесі дұрыс болмайды мен жасағаным. Сен маған көмектес. Мен неудачникпін. Деген сияқты адамның ішінде осындай сезімдер бар. Яғни, бұндай кезде не істеу керек? Бұндай кезде ең бірінші, бұл әрине балалық шақтан келген жаңағы ата-анамызға. Көп қыздар мынандайда, ата-анасының үйінде жүреді, ата-анасының контролінде жүреді, ата-анасы оны жаңағы басып тастаған, ата-анасы менің айтқаным ғана дұрыс, менің айтқаныммен ғана жүресің дегенге үйретіп қойған. Осыдан кейін күйеуге шығады. Күйеуге шыққан кезде уже сол жерден сол ата-анасының фигурасын іздейді. Ол оның енесі, ол өзінің жаңағы күйеуі болуы мүмкін, иә. И ол өмір бақи басқалардан күтіп өтеді. Неге? Өйткені мен өзім үшін өзім шешім қабылдай аламын деген ондай адамдарда жоқ. Ондай адамдарда маған басқалар берді, маған бермеді, маған көңіл артты, маған көңілім бөлмеді деген сияқты басқалардан күту. Рұқсатты басқалардан сұрауының себебі де менің өзімнің фундаментім жоқ. Мен өзімнің ойыма, мен өзімнің қалауыма, мен сенімсізбін, мен оның дұрыс болатынын білмеймін. Ертең қате жіберсем, мен өзімді кешіре алмаймын. Біреу мені наказывать етеді. Сондықтан мен қазір қате жібермеу үшін басқалардан сұрауым керек. Қалай дұрыс, қалай дұрыс емес. Басқалар маған көмектесін. Или вообще басқаларға ответственность тартып қояйын. Сонда мен мына жерде кішкентай бала сияқты уголокта жаңағы жүр десе жүредім, тұр десе тұрам, бірақ та, яғни глобальный өз өмірім үшін ответственность алмаймын. Знаете, ответственность ала білудің өзі де ол өте үлкен өмірдегі бір күш. Оған бір сіздің силаңыз керек та. Көп ханымдардың, адамдардың проблемасы в том, что сол көпірді өте алмайды да. Мен осы күннен бастап ответственность алам деген. Когда сіздер өздеріңіз осы көпірді өте алмайтын болсаңыздар, ертең басқа біреулер сіз үшін осы көпірді қолыңыздан ұстап өткізеді, бірақ өмір бақи сіздің абьюзеріңіз болып өтеді. Сіз де оның мынандай бастығым менің, ханым, немесе қалай айтады, патшам, не айтасың? Сенің айтқаның мен үшін әмір деп басқалардың айтқанымен жүреді. Ал бұдан өту үшін ең бірінші жасайтын шарттарыңыз ответственностьті өзіңізге алу, жауапкершілікті алуды үйрену. Өзіңізді қателіктеріңіз үшін кінәламауды үйрену. Ұят сезімінен арылу. Басқа біреуге деген тәуелділіктен шығу. Өйткені көп адамдар жаңағы балалық шақта ата-анасынан сепарация жасалмай, содан, яғни ол басқадан тәуелді болу, одан есейген кезде жаңағы күйеуінен тәуелді болу, енесінен тәуелді болу, айналасындағы бастықтарынан, жұмыстағылардың сөздерінен тәуелді болу. Бұның бәрі өте заманчиво негізі.
Потому что өз өміріңе ответственность алып, біреуге қарсы шығып, өз ойыңды айту, ол ересек позицияға өту. Ол жерде өзіңнің границаңды қорғау, агрессия көрсету. Ал көп адамдар агрессиядан қорқады, потому что ішінде қазір мені құтқаратын ешкім жоқ. Сондықтан ішінде сондай бір кішкентай бала сезімінде қалып қалған, қазір мен айтсам, мыналар мені жейді, нападает. То есть кішкентай кезінде бір өзінің ойын берген кезде, мамасына жаңағы конфетті алам деп жұлқынған кезде, мамасы итеріп тастаған кезде, өзінің әлсіздік бір сезімінде қалып қалған бала, есейгенде де мен сондай әлсізбін деп ойлайды. Одан шығуға болады. Бірақ та көп ханымдар осы состоянияда, көп адамдар осы состоянияда отыра беруді ең оңай жол деп ойлайды. Неге? Өйткені, опять же, өз өмір үшін жауапкершілік алғысы келмейді. Мысалы, жаңағы ханымға маған айтты, мен саған 20 минуттан кейін ответ беремін. 20 минуттан кейін маған не ответ айтты, білесіздер ма? Менің күйеуім келді, маған айтты, мен өлгеннен кейін, менің сүйегім шыққаннан кейін барып сен қалағаныңды жасайсың. Қазір менің айтқанымды істейсің. Бармайсың терапияға. Және сол сөзді кішкентай бала сияқты айтып отыр. Менің күйеуім солай айтты, маған осылай деді, деген сияқты. Бұл ең біріншіден восприятие. Мен әлсізбін. Я не справлюсь. Қарсымдағы адамдардың бәрі менен күштірек. Деген бір восприятияның бар болғанынан әрекетке көше алмайды. То есть сіздер басқа біреулердің алдында жүрулеріңіздің, басқа біреулердің алдында жақсы көрінулеріңіздің себебі, сіздер балалық шақта өздеріңіздің ата-аналарыңыздан сепарация жасалмағаннан, өзіңізді әлі есейте алмағаннан, ересек бола алмағаннан, басқаларға әлі тәуелді болғандықтан, басқалар менің өмірімнің, менің көңілімнің, менің қай бағытқа жүруім басқалар лучше знает, чем я. Бұл не деген сөз? Менде өзімнің ішкі опорам жоқ. Мен өзіме сенімсізбін. И бұндай адамдар всегда басқалардың ойыменен жүреді. Потому что олар, то есть мә, деп өзін басқа біреуге беріп қойған ғой. Мен білмеймін, мен оңға жүрем ба, солға жүрем ба. Мен А десем қателік сияқты көрінеді. Сондықтан сен маған айт, А дейін ба, жоқ Б дейін ба. Сен маған айт, А дейін ба, жоқ Б дейін ба. Қазір мен А десем, мен қате жіберем. Қате жібергенде мен өзімді кінәлі сезінем. Мен өзім и так-то ничтожныйым, ішімде ешқандай опорам жоқ. Ол үшін тағы да ол больді сезінгім келмейді деген ой болады. Сол үшін басқа біреулерден күтіп отырады. Әрекетке көшпейді. 1000 әрекет жасайтын жерде әзер дегенде бір әрекет жасайды, ол жерде де нәтиже көрмесе, өзін қайтадан артқа қарай 1000 шаг артқа апарады. Вот ты дура, ты ненормальная. Потому что іште өте үлкен критика бар. Вот осылардың бәрінен шығу үшін өзіңіздегі ұят сезімнен, өзіміздегі кінәлау сезімнен арылу. Мен нормальный, мен өзім үшін тұра аламын. Өзіміздің восприятияны өзгерту. Біреуден тәуелді болудан шығу. Мен неудачник емеспін, мен өзімнің өміріммен справлюсь. Мен неполноценный, толыққанды емеспін, мен толыққандымын, со мной все окей деген позицияға өту үшін терапия өту керек. Немесе менің өз-өзіңе терапия сабағын өтулеріңіз керек. Өз-өзіңе терапия сабағын өту үшін, немесе терапияға келгілеріңіз келсе, астыда тұрған сілтемеге өтіңіздер. Өздеріңіздің өмірлеріңізді өзгертіңіздер. Басқалар үшін өмір сүруді доғарыңыздар. Бұның бәрі өзіңізді қаншалықты басқа біреудің көзінде жақсы көрсеткілеріңіз келгенімен, сізде іште өздеріңізді больше жек көресіздер.
А каждый раз жек көрген сайын, өзіңізге деген агрессия болған сайын, өзіңізді подавлять еткен сайын, ол бір күні сізден міндетті түрде аурумен шығады. Міндетті түрде психическое бір расстройствомен шығады. Қазірдің өзінде де мысалы өздеріңіздің қастарыңыздағы авторитет күйеуіңізге, енеңізге, подружкаларыңызға, олардың көзінше жақсы болып көрінгенмен, өзіңізден төмен балаңызға ұрып соғып, бүткіл өштеріңізді содан шығарасыздар. Сосын өздеріңізде тағы да чувство вины болады. Ал содан арылу үшін осындай состояниядан шығуларыңыз керек. А ол үшін астыдағы сілтемеге өтіп, өз-өзіңе терапия сабағына қатысыңыздар. Немесе жеке терапияға келіңіздер.